Сәлем достар, қалайсыңдар? Маған тіркеліп қолдап отқандарыңа рахмет. GLC заводына жұмысқа кіргеніме мені бұйырса бір ай болып болады. Алла қаласа мен пландап тұрмын да. Бір жылдың ішінде жұмыс жасап, кредитімнен құтылсам, одан кейін астыма бір көлік алсам ба деп жүрмін. Одан кейін ақындап мамамды, бала шағамды алып, ары бері Балқашқа, Шымкентке қонаққа барып көрсек те деген арманым бар. Соған енді бұйырса жетермін. Сонда өз-өзіме арман қойдым, алдыма мақсат қойдым. Жұмыс жасап, кредиттен құтылып, анамда денсаулығы болмай жүр дұрыс. Қазір жүрек давление, қайта дәрмекпен былтыр 2 рез алып бердік. Қымбаттық жүректің зоптың дәрісі, давлениенің дәрісін. Биыл танысым осы жұмысты көптен шақырып қоймағаннан кейін осы неге заводқа жұмысқа кірдім. Алла қаласа енді кредит жауып құтылсам, астыма бір көлік алып, анамды алып, бала шағамды алып, ары бері қыдырсаң да көлік керек екен. Бұйырса сол арманға жетерміз. Коллективім жақсы. Түскі үзіліс кезде обед уақыт. Анамда денсаулығы соңғы кезде болмай жүр. Енді Алла бір жеңілдігін берер. Армандап жүрмін де қарыздан құтылып, бала шағамды алып, анамды алып, қыдырып, серуендеп, емдік жерлер бар ғой бізде, шипажай, сол жаққа мамамды апарып, бала шағам қыдыртқым келіп жүрді. Бұйырса биыл 2025-те хотя бы кредиттен құтылсам, бұйырса 26-тан машина алып, сол мамамды қыдыртсам ба деген арманым бар. Мен каналыма тіркеліп қолдап отқандарыңа рахмет. Көріп отқан барлық жанға сәлем. Енді орысша контент түсірейін десем, орысша түсінем, бірақ акцентім нашар да. Кекештеніп кейбір сөздер сөйлей алмай қаламын. Бізде отырып перек жақсы, сау болыңдар.